Мұнан 3-4 жыл бұрын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басшылары Жаңаөзен қалалық ішкі істер бөліміне 30 миллион теңге көлемінде қызметтік автомобильдер және қажетті техникалармен демеушілік жасаған болатын. Солай болуына қарамастан, қаладағы қоғамдық тәртіп, қылмыс атаулының санының қысқармай тұруы көңілді алаңдатады. Жуырда қала әкімі Жалғас Бабақан қалалық ішкі істер бөліміне қалалық бюджет есебінен қызметтік байланыс құралдарын тапсырды. Міне осының барлығы ішкі істер қызметкерлерінің сапалы жұмыс жүргізуіне жасалып отырған қамқорлық. Сіздер енді атсалысып қызмет жасап жатсыздар. Жұмыстарыңыз өте нашар деп мен айта алмаймын. Өз қарабасым статистиканы жан-жақпен салыстырып қарап көріп отырып, сондықтан Өзен қаласындағы ішкі істер бөлімінің құрамы өте аз болғанмен жұмыстарыңыз жаман емес, жақсы деп мен бағалаймын. Сіздерге осы жұмыстарыңызда тағылайтын табыс тілеймін, денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Біздің Қазақстан Республикасы әрқашанда көпке өрлей берсін, үлкен жаңағы мемлекет болсын, елбасымыз аңсағандай 20-30 бағдарламасы іске ассын деп тілек тілеймін. Құрметті азаматтар, ішкі істер бөлімінің қызметкерлері, осы ішкі істер бөлімінің бастығы Ермекбаев мырзаға осы мұнайшылардың тарапынан, коммуналдық шаруа тарапынан сіздерге арналып жатқан сыйлығын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Оң болсын, енді бұл сыйлықтың сол бұның үйретіп көшетіміне ал енді бұл көмектің соңы емес. Қазір осындай көмекті ертең Құдай қаласа қаржы полициясына көмектесейін деп жатырмыз. Ертең барып, арнайы өткенде қаржы полициясына өздері білесіздер, ғимарат бердік, бұрынғы ардагерлік үйін. Оның ішіне күрделі жөндеу жұмыстарын жасап бердік. Енді міне орг техникамен көмектескелі отырмыз. Осы сыбайлас жемқорлыққа, жалпы халықтың арасында болып жатқан әртүрлі экономикалық қылмыстарға қарсы дұрыс жұмыс істеу үшін мүмкіндік жасауға. Қалалық біздің прокуратураға да осындай техникалық орг техникамен көмектестік. Өздерің білесіздер, мынау қауіпсіздік комитетіне бір екінші шағын ауданнан, Шұғыла шағын ауданнан ғимарат бердік, бұрынғы банк ғимаратын. Оны күрделі жөндеуден өткізуге біздің мұнайшыларымыз көмектескен болатын болса, оның басшысына біз автомобиль патриот машинасын бердік. Ал әскери комиссарымызға өткенде Нива көлігімен көмектестік, және биылғы жылы жеңіл мынау ағымдағы жұмыстарын жасап бердік. Енді бұнымен жұмыс шектелмейді. Жаңа ішкі істер бөлімінің басшысына мен айтып жатырмын, Құдай қаласа жақын арада сіздерге кем дегенде 6 азаматқа пәтер мәселесін шешеміз деп отырмын. Алдыңғы түскен мына жекешелендіру жөнінде түскен арыздарыңыз түгел қанағаттанады. Тек сізден сұрайтыным осы қаланың ішінде тәртіп болуына жағдай жасауыңызды сұраймын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Қалалық ішкі істер бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Аманқұс Ермекбаев қала әкіміне қамқорлығы үшін алғысын білдірді. Енді осы қол ұштарыңызды беріп, әрдайым осы әкімшілікке барсам да, Өзен-Мұнайгазға барсам да, осы көмектеріңізді аямайсыңыз. Соған енді алғысымды айтқым келеді. Осы кеш жасақтың алдында бұзбауға атыс қаруларын Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 14 заңы бойынша қолдануға, әр сайын болған оқиғаны ішкі істер бөлімінің кезекші бөлімшесіне хабарлауға, бөлім қолға бұрын, алға